Баршаға сәлем! Сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгін бір осындай форматтағы видео. Пугало дорамасы осыдан бір апта бұрын аяқталды. Өте қатты ұнаған дораманың бірі болды. Көп талқылап жаттық бұл дораманы TikTokта болсын, менің Instagram парақшамда болсын. Тіркеліп кетсеңіздер болады менің парақшаларыма. Дорамалар туралы көп айтып жатамыз. Содан кейбір адамдар айтып жатты, бұл өмірден алынған, жоқ өмірден алынбаған деген сияқты. Дорама басталған кезде әрдайым басында дисклеймер болады, иә. Дорама ойдан шығарылған деген сияқты. Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны. Кейбір жерлерінде ойдан шығарылғаны бар, дегенмен де бұл нақты өмірде болған жағдай ғой. Бұл Ли Чонжэ деген қылмыскер туралы, көбісі оны хвассондық маньяк деп жатады. Ол көптеген әйелдерді өлтірген, бұл сол туралы дорама болған еді. Мен осы Пугало дорамасын көріп болғаннан кейін, осы дорама туралы айтсам ба деп ойланып, соңында дорама туралы емес, шынайы оқиға туралы айтып бергім келіп отыр. Қалай болды, қылмыс қалай басталды, неге бұлай болды, қылмыскер неге 30 жыл бойы табылмады деген сияқты. Сондықтан да осы видеода соның барлығына жауап беруге тырысамын. Олай болса, бастайық. Пугало дорамасында оқиға 1988 жылы басталса, ал өмірде бұл 1986 жылдың қыркүйек айында басталады. Хвассон қаласында бірінен соң бірі әйелдер өліп бастайды. Оның ішінде кішкентай қыз да бар, әйел де бар, үлкен әже де бар. Адамдардың барлығы үрейленіп, тіпті үйлерінен шықпайтын болды. Ата-аналар балаларын жалғыз жібермейтін болды. Себебі маньяк әйелдерді өлтіріп, полицияның қолына түспей жүреді. 1986 жылдың қыркүйегінде Хвассон аймағындағы егістік алқаптан 71 жасар әжейдің мәйіті табылады. Қызының үйінде қонақ болғаннан кейін ол кетіп қалады да, содан кейін өлі күйінде табылған. Қылмыс орнынан табылған айғақтар әжейдің қолы байлаулы сперманың ізі бар. Яғни өлтірмес бұрын оны зорлаған деген сөз. Ол кезде әрине бұл маньяктың, оның ішінде сериал қаншердің ісі екен ешкім білмеген еді. Тура бір ай өткеннен кейін тағы бір әйелдің денесі табылады. Бұл жолы жас қыз. Жасы небәрі 25-те. Күйеу жігітімен кездесіп болғаннан кейін өлі күйінде табылған айғақ дәл біріншідей қолы байлаулы сперма ізі бар. 1991 жылға дейін тағы да көптеген әйелдердің денелері табылады. Оның арасында тіпті 8 жасар қыз да бар. Содан полиция бұл бір адамның ісі екенін түсінеді. Қылмыстар көбейген сайын халық арасында үрей күшейе түседі. Оңтүстік Корея бұрын соңды болмаған операция жасайды. Бұл іске 2 миллионға жуық полиция қызметкерлері тартылып, 21 мыңдай адам күдікті болған. Тіпті кейбір полицейлер дәл Пугало дорамасындағыдай кейбір адамдары ұрып соғып мойындатқызған. 1988 жылдың 6 қыркүйегінде белгісіз адам үйге кіріп 14 жасар Пак Сан Хиді зорлап, өлтіріп, оқиға орнынан қашып кеткен. Полиция ақыры қылмыскерді табады. Ол 22 жасар Юн Сан Йо болатын. Неге ол? Қандай айғақ табылды деген ой болады. Дәл Пугало дорамасындағыдай оны қорқытқан, сосын мойындауына тура келген. Юн басында қанша қылмыскер өзі емес екен, қатысы жоғын айтса да, оны ешкім тыңдамаған. Тергеу 3 күн болған. 3 күннің ішінде оған ешқандай тамақ берілмеген, ұйықтауына да мүмкіндік бермеген. Қатты қажыған Юн ақыр соңында мойындайды. Детективтер оған осылай жаз дейді де, жігіт осылай жасап істемеген қылмысын мойындайды. Юнның анасы қайтыс болған, ал әкесі ойынқұмар болғандықтан оны қорғайтын ешкімі болмаған. Адвокатқа ақша болмаған, сондықтан да оған мемлекеттік қорғаушы беріледі, бірақ мемлекеттік қорғаушы сот отырысына
келмей қояды. Бұл жігіт жайлы бүкіл бақ беттер жарыса жазып, барлығы 8 адамды да өлтірген осы дегенге келеді. Бірақ сотта ол тек 14 жасар қызды зорлап өлтіргені үшін жауап береді. Сонда ол өмір бойына сотталады. Дәл дорамадағыдай жіктің бір аяғы ақсаңдау жоғарға көтеріле алмайды. Ал журналистер болса, Фародтағы өзі көтеріліп, үйге кіріп зорлаған деп сол кездерді жарыса жазған. Бірақ оның аяғына ақау барына ешкім мән бермеген. Оның 20 жыл өмірі түрмеде өтіп, 2009 жылы шартты түрде босатылады. 2020 жылы қайта қаралған сот Юнды толық ақтап шығады. Судья тіпті сот жүйесі атынан кешірім сұрайды. Юн кейін мемлекеттен өтемақы талап етіп, 20 жыл өмірін жоғалтқан үшін өтемақы алған. Уақыт өте іс тоқтап, көпшілігі хвасондық маньяк табылмай деп ойлап, бәрі бұл істі ұмытады. 2006 жылы қылмыстың жарамдылық мерзімі біткенмен де детективтер істегі барлық ақиқаттарды сақтап қояды. Бірақ 2019 жылы тергеушілер ескі дәлелдерді заманауи ДНК технологиялары арқылы қайта тексереді. Нәтиже бәрін таң қалдырады. ДНК үлгілері түрмеде отырған Ли Чунжэ есімді адамға сәйкес келеді. Ол 1993 жылы 18 жасар баласын үйіне қонақ қылып шақырады. Ол кезде күйеуінің маньяк екенін білмейтін әйелі күйеуінің ұрып-соғуынан шаршап кетіп қалған еді. 93-дің қаңтарында Чунжэ әйелінің сіңлісін үйге шақырады да сусынға есірткі қосып, сосын оны байлап, зорлап, өлтіріп тастайды. Чунжэның қайнатасы қызын іздеуге көшеді. Онымен бірге осы қылмыскер түк қасы жоқ сияқты бірге іздеп жүреді. Көп ұзамай қыздың денесі табылып, сол жерден ДНК сараптамасы жасап, оның Чунжэ екені белгілі болады. Оның ДНК-сын бұрынғы қылмыстарға да неге жасамағаны түсініксіз. Содан ол өлім жазасына кесіледі, бірақ 1995 жылы ол өлім жазасы өмір бойына бас бостандығынан айырылуға ауысады. Яғни өлім жазасына кесілмейді. 20 жыл өткен соң шығуға мүмкіндігі болатындай етіп сотталады. Ли Чунжэмен жақынырақ таныс болсақ, ол 1963 жылы Хвасонда өмірге келген. Әкесі қатыгез болған, сонымен қатар інісі болған. Пугало дорамасында қылмыскердің інісі кітапханашы болып, сүйгені болады ғой, тіпті кейін баласы табылады. Бұл әрине ойдан шығарылған. Маньяктың інісі расымен болған, бірақ кішкентай кезінде ол суға батып қайтыс болған. Чунжэ інісіне өте қатты жақын болған, інісінің өмірден өткеніне қатты қайғырған. 1983 жылы отан алдындағы борышын өтейді. Ол әрі қарай да қала бергісі келеді, бірақ оны шығарып жібереді. Ол қатты ашуға беріледі. Бұл 1986 жылы еді. Оның адам өлтіріп бастауы да 1986 жылы болатын. Ол адам өлтірсе де жұмыс жасап жүрген. 1990 жылы құрылыс компанияда машинист болған. 1992 жылы бухгалтерге үйленіп, ұлды болады. Әйелдің сөзінше, ол әйелінде ұлында ұрып соғатын болған. Ол неге әйелдерді ғана қинап өлтірген? Кішкентай кезінде көрші әйел оны зорлаған. Содан бастап оның әйелдерге деген өштесуі басталған деседі. Пугало дорамасында 8 жасар қыз болады ғой, соның денесін детективтер бірінен соң бірі ауыстырады, соны ашпауға барынша тырысады, кейін барып оның денесі де жоқ болады. Жалпы ол туралы айтылмайды көп. Неге олай болды деп жатады да, өмірде расында да солай болған, қыздың қайтыс болған, бірақ оның денесі табылмаған, өкінішке орай. Енді өте көп уақыттар өтіп кетеді, өлді деп саналады да, өйткені жоғалғаннан кейін оның денесі табылмаған, өкінішке орай. Сондықтан да меніңше дорамада да дәл солай қалдырған секілді. 2019 жылы Ли Чунжэмен белгілі профайлер кездеседі. Басында ол мойындамайды, бірақ кейін профайлер оны түсінгендей болып, оның жанынан табылады. Онымен профайлер 50 рет кездесіп сұхбаттасады. Осы сұхбат барысында әрине ол мойындайды барлығында, ол 14 адамды өлтіргенін, 30-дай адамды зорлағанын мойындайды. Соңында полиция Ли Чунжэ 10 адамды өлтіргеніне кінәлі болады дегенге келеді. Ең қызығы, полиция оны күдікті ретінде шақырып, одан кезінде тіпті жауапта алған екен, бірақ кейін оны босатып жіберген. Қате сотталған адамды қинаған полицейлер мен прокурорға не болды деген ой болады. Қылмыстың жарамдылық мерзімі өтіп кеткендіктен полицейлер де прокурор да жазаланған жоқ. Дәл Пугало дорамасындағыдай. Бұл маньяк туралы, Ли Чунжэ туралы ең алғаш 2003-те «Воспоминания об убийстве» деген фильм шықты. Бұл маньяк туралы меніңше ең үздік фильм
болған сияқты, ол кезде оның кім өлтірген ешкім білмеген еді. 2012-де «Исповед убийцы» деген фильм шықты осы туралы, бірақ енді сюжет басқаша, ол жерде қылмыскерді бір жазушы ретінде көрсеткендей болады да, бірақ мүлдем басқаша көрсетеді. Триллер жанрында қызық фильм, көруге кеңес беремін. 2014-те «Каптон» дорамасы, 2016-да «Сигнал» дорамасы, 2017-де «Туннель» дорамасы шығады. «Сигнал» мен «Туннель» енді екеуі бір жағынан сюжеттер бір нәрсе ғой, енді бір маньяк туралы, бірақ екеуі де өте қызық. Сондықтан да көрмегендер болса, көруге кеңес беремін. Және осы жылы шыққан «Пугало» дорамасы, бұл енді өте қатты танымал хит болды. Маған ұнады, бірақ қылмыскерді бір тез көрсетіп қойған сияқты. Ол қылмыскерді көрсетті, одан кейін әлі де 4 бөлім болды да, сондықтан да бір интрига қалмаған сияқты болып қалды. Мінекей осындай бір форматтағы видео болды. Кішкене бір true crime-ға ұқсайтын шығар мүмкін. Соны ұқсатуға тырыстым, өйткені true crime видеоларды өзім жақсы көремін. Осындай бір видео шықты. Сіздерге қалай болды, ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Аталған дорамаларды көрдіңіздер ме? «Туннель», «Сигнал», «Пугало» қайсысы сіздерге көбірек ұнады? Бұл оқиғаға байланысты ойларыңыз қандай, пікірлеріңіз қандай? Жазып кетіңіздер, пікір қалдырып кетіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Лайк баса кетіңіздер, мен үшін өте маңызды. Сондықтан да сіздерден қолдау күтемін.